Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Күлімжаева Гаухар Бектібайқызы. Биология пәні 7-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бактериялар. Бактериялардың формалары және бактериялардың маңызы. Сабақ мақсаты. Сіздің білетініңіз, бактериялар формалардың әртүрлігі, табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызы. Сіздің меңгеретініңіз, бактериялар формалардың әртүрлігін сипаттау, табиғаттағы және адам өміріндегі бактериялардың маңызын түсіндіру. Ал ендеше балалар, бактериялар туралы қысқаша мәлімет айта кетейік. Бактериялар бізде ұсақ, көзге көрінбейтін ағзалар болып есептеледі. Бактерияларды тек микроскоп арқылы көруге болады. Табиғатта кез келген жерде, суда, ауада, топырақта, тіпті адам организмде кездесуі мүмкін. Бір жасушалы организм нағыз ядросы болмайды. Ядросының қызметін ДНК атқарады. Нуклеин қышқылдары цитоплазмада орналасқан. Прокариоттар тобына жатқызамыз. Қолайсыз жағдай туғанда қалың қабықпен қапталып, спора түзеді. Тіршілігін сақтау үшін қажет болады бұл споралар. Споралар кейбір жағдайда 20 жылға дейін тұруы мүмкін. Қозғалу мүшесі талшық болып келеді. Талшықтары бір немесе бірнеше және одан да көп болуы мүмкін. Бактериялар пішініне қарай 4 топқа бөлінеді. Шар тәрізді коккалар, таяқша тәрізді бациллалар, ирек бактериялар, спириллалар мен спирохеталар, үтір тәрізді вибриондар. Балалар, бактериялар бір жасушалы организм екен жаңа сабақ басында айтып кеттім ме? Олар көп жасушалы бола алмайды. Олар тек шоғыр түрінде жиналуы мүмкін, немесе колония деп атаймыз оны. Колония деп отқанымыз бір туысқа жататын организмдердің жинақталуын айтамыз. Бір жерге шоғырлануын айтамыз. Соған байланысты олар тұтас ағза есебінде қызмет атқара алмайды. Ендеше колония түрлеріне қарастырайық. Бірінші, шар тәрізді бактериялар, коккалар деп аталады. Бір-бірден орналасса кокка деп аталады. Екіден орналасса диплококка. Төртеуден тетрадалар. Тізбектеліп орналасса стрептококкалар. Жүзім салқыма тәрізді орналасса стафилококкалар. 8, 16, 32, 64 деген текшеден орналасатын болса сарциналар деп аталады. Ал енді келесі таяқша тәрізді бактерияларымыз бациллалар деп аталады. Ең кең таралғаны шірі бактериясы, шөп таяқшасы деп аталады. Балалардың ішінде паразит бактериялар да бар. Олар қауіпті инфекция туғызады. Мысалы, коқ таяқшасы, сереспе таяқшасы. Ішек таяқшасының көптеген штамдары адам ішегінің қауіпсіз симбионттары болып келеді. Фотосинтезетін спирулина табиғатта пайда келтіреді. Адамзатқа да пайдасын тигізеді. Ирек бактериялар, спириллалар мен спирохеталар жатқызылады. Су қоймаларында қауіпсіз мекендеушілер болып келеді. Ауыр ауруды қоздырушылары да болуы мүмкін. Үтір пішінді бактериялар, вибриондар деп аталады. Жасушаларының бір ұшы тар, ал екінші бір ұшы кең болуы мүмкін. Ең кең таралғаны ауру тудырғыш холера вибрионы. Адамда тырысқақ ауруын тудыруы мүмкін. Ал енді балалар, білімімізді тексеріп көрейікші, қаншалықты тез ұғып алған екенбіз. Экранға назар аударамыз. Бактериялардың пішініне қарай жіктеп, атауларын атап көріңіздер. Қаншасын таба алдыңыздар балалар? Ендеше, бірінші қатардан бастап атап шығайық. Бірінші бациллалар, спириллалар, вибриондар, стафилококкалар, диплококтар, стрептобациллалар, коктар, спириллалар, стрептококтар, диплобациллалар және де сарциналар болып бөлінеді. Бактериялардың табиғаттағы маңызы бойынша шартты түрде пайдалы және де зиянды деп бөлінеді. Пайдалы бактериялар деп отқанымыз бактериялардың өлі ағзаларда тіршілік ететін түрлерін сапрофитті бактериялар деп атаймыз. Олардың көпшілігі шіріген өсімдіктер мен өлген жануарларды, саңырауқұлақтарды ыдыратып шірітеді. Ал зиянды бактериялар деп отқанымыз тірі ағзалардың, жануарлардың, өсімдіктердің денесіне мекендейтін түрлерін паразитті бактериялар деп атаймыз. Яғни адамға, тірі организмге зиян келтіріп отырады. Олар тірі ағзаның жасушасынан ағзалық заттарды сорып, паразиттік жолмен тіршілік етеді. Бактериялар бір мезетте пайдалы, ал екінші жағдайда зиянды болуы да мүмкін. Ендеше қарастырып көрейік.
Бактериялар жер пайда болғалы ең алғашқы тірі организмдер деп атауымызға болады. Яғни жер бетінде тіршілік еткен ең алғашқы организмдерге жатқызуымызға болады. Тірі организмдердің ата-бабасы деп атауымызға да болады. Екінші жағымды жағы ол фотосинтездеуші бактериялар. Бұл фотосинтездеуші бактериялар жерде оттекті атмосфера қалыптастырады. Миллиардтаған жылдар бойы биорганикалық заттардан нәруыз, майлар мен көмірсулар түзген. Бұлардың жағымсыз жағы да бар. Кейбір балдырлармен бірге суды ластайды, су қоймаларын гүлдетеді. Бөгеннің лайлануына, арықтардың ластануына себеп болады. Келесі қасиетін қарастырып көрейік. Шірту және де топырақ бактериялары. Тіршілігін жойған ағза қалдықтарын жойып, қара шірікке айналдырады. Бұл бактериялардың тіршілік әрекетінсіз ғаламшарымыз жануарлардың өлекселеріне, өсімдіктен түскен жапыраққа, сынған бұтаққа толып кетер еді. Сонымен қатар бұл бактериялардың тағы зиянды жағы да бар. Атап өтетін болсақ, азық-түлікті, қағазды, теріні, сүректі, ағаштан жасаған тарихи ескерткіштерді, құнды ежелгі қолжазбаларды бұзатын болып келеді. Сүт қышқылды бактериялары тағам өнімдерін өндіру кезінде қолданылады. Бұл сүт қышқылды бактериялардан айран, сыр, қымыз, ірімшік, құрт, сыр, йогурт, ашаң қырыққабат секілді тағамдарды алуымызға болады. Және де бұның тағы да бір жағымсыз жағы, олар уақыт өткеннен кейін сүтті ашытады. Және де қышқыл сүт өнімдері ашып кеткеннен кейін ол жарамсыз болып қалады. Симбионт бактериялар немесе симбиоздық жолмен тіршілік ететін бактерияларды айтамыз. Өсімдіктер мен жануарлардың организмде пайда келтіріп тіршілік ететін ағзаларды айтамыз. Бұршақ тұқымдас өнімдердің тамырында азот бактериялары селбесіп тіршілік етеді. Нәтижесінде бұршақ тұқымды өсімдіктер нәруызға бай және топырақты басқа өсімдіктерге қажетті азотпен байытып отырады. Яғни бір-біріне пайда келтіріп отырады. Ал ендеше балалар, алған білімізді тиянақтай отырып, видеороликке назар аударайық. Түйнек бактериялары бөрі бұршақ, ас бұршақ сияқты бұршақ гүлділердің тамырларына еніп, селбесіп тіршілік етеді. Бактериялар өсімдіктер жасайтын түйіншектерде мекендейді. Олар атмосферадағы азотты сіңіріп, өсімдіктерді азотпен қамтамасыз етеді. Бұршақты өсімдіктер ағуыз түзу үшін азотты қолданады, ал бактериялар өсімдіктер шығаратын құнарлы заттарды пайдаланады. Тиісінше, бұл екі түрі үшін де пайдалы болады. Көптеген жәндіктер, кейбір құстар, мысалы, құрылар және ор қояндары мен құндыз сияқты шөп қоректі кеміргіштердің ас қорыту жолдарында бактериялар болады. Олар целлюлозаны игере алады. Сондықтан ас қорыту процесі жақсарып, бактерияларда өздеріне қажет құнарлы заттар алады. Адамның асқазанын мекен ететін бактериялар Б тобының дәрумендерін өндіреді және ас қорыту процесінде пайда болатын қоректі заттарды қолданады. Сібір жарасының қоздырғышы ірі қара малдың ауруын тудыратын бактерия болып табылады. Адамдарға да жұғалады. Пиогенді стрептокок қабынуды тудырады. Мысалы, тамақтың ісінуі. Пневмокок пневмонияны тудыратын бактерия. Алтын түстес стафилокок азықтық улану деп аталатын және басқа да күшті инфекциялардың себепкері болып табылады. Балалар, видеоролик арқылы сіздер қызықты мәліметтерді алды деп ойлаймын. Ал ендеше экранға назар аударамыз. Төмендегі өнімдердің қайсы бактерияларды пайдалану арқылы алынғанын таңдап көріңіздерші. Бұл жерде сыр, айран, нан, кекс және де сүт өнімдері көрсетілген. Ал ендеше тексеріп көрейік. Бұл жердегі дұрыс жауабы сыр өнімдері және де сүт өнімдерін және де айранды айтуымызға болады, немесе йогуртты. Ал енді балалар, бүгінгі біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер сіздер бактериялар жөнінде тағы да білгілеріңіз келіп жатса, осы сайтқа кіріп қосымша мәліметтер алуыңызға болады және де сондағы тапсырмаларды орындауыңызға болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты өтті деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар. Көріскенше күн жақсы.